Бүгін таңертең Астана уақыты бойынша таңғы 5 сағат 4 минутта Жаңаөзен қаласы Шұғыла ауданында 51-ші үйде жарылыс болған туралы хабар келді. Қазіргі таңда алған төтенше жағдайға байланысты ведомствоаралық комиссия құрылды. Бұл төтенше жағдайдың себептерін және оны жою салдары бойынша айналысады және де қылмыстық іс ашылды. Қазіргі таңда төтенше жағдайдың салдарынан 17 адам зардап шекті. Біз қаза болғандардың ағайын тумасына, жора жолдастары, жақындарына, бауырларына қайғырып көңіл айтамыз. Қазаның артының қайырын берсін дейміз. Тұрғындарға, зардап шеккендерге тұрғын үй, басқа да қолдау көрсету біз өз жауапкершілігімізге аламыз. Түсіністік танытып, қолдау көрсеткен жаңаөзендік азаматтарға баршасына ризашылығымызды білдіреміз. Қазіргі таңда үйінде толығымен алынып болды деп айтуға болады.